Достар, 1688 сайтына төлем жасауды көрсетемін. Ең бірінші Alipayға кіреміз. Mi деген батырманы басып, жоғары жағынан настройки батырмасын басамыз. Switch version дегенді басып, International дегенді сақтаймыз птичка қойып. Міне сосын Торпас дегенге кіреміз. Міне мына жерде 0 деп тұр. Енді user now деп сары кнопканы бассаңыздар, мына жерде регион таңдайсыздар. Қазақстан деп таңдаймыз. Мына жерге загранпаспорттың нөмірін, паспорттағы аты жөніңізді, срогы қашан бітеді паспорттың, тұратын жеріңізді, мекен жай, барлығын толықтай жазып шығасыз. Жынысын таңдайсыз. Жынысын осы жерден таңдаймыз. Мына жерге occupation деген жерге не жұмыс жасайсыз, соны жазасыз. Түсінбесеңіздер, Google переводчикпен английский, казахский деп аударып алсаңыздар болады. Мына жерге адрес жазамыз. Адресті толық жазу керек. Қазақстан деп таңдаймыз. Қай қалада тұрасыз, Алматы ма, Нұр-Сұлтан ба, соның барлығын толықтай жазасыз. Мына жерге осы жерге загранпаспорттарыңыздың суретін таңдайсыз, суретін саласыздар. Данныйдың бәрін толтырдық, енді төмен жақтан next батырмасын басамыз. Міне осы жерде қанша юань сатып аласыз, соны жазасыз. Міне жақта көріп тұрсаңыздар, сары жазумен жазылып тұр. 2020 жыл 3 январдан бастап 5% ұстайтын болған. Қанша 500 алсаңыз 5%. Мен 500 юань сатып алайын деп жатырмын. Мына жерге визаны енгізуді өздеріңіз білесіздер деп ойлаймын. Осылай 500 енгізіп, ең астына топ-ап деген көк кнопканы басамыз. Төлеу деген. Міне, осылай 500 юань мен сатып алдым. Енді 1688-ге кіріп заказ береміз. Мен жақта өзім сақтап қойған, корзинаға сақтап қойған суреттерім бар, алатын заттарым бар. Соларға қарап қазір біреуіне заказ беремін. Қазір бір кофейникқа заказ беремін. Қазір соны тауып алайын. Міне кофейник таптым. 18 юань екен. Міне сатып алу батырмасын басып, қайсысы қажет, соны сатып аламын. Міне төлеу деген кнопканы бастым, астында сары кнопка. Енді осылай кірген екен, мына жерге адрес жаз деп шығады. Сол жерге сары кнопканы басамыз. Жоғары жаққа адресті копировать етіп, вставить етіп, мына жерге қойып аласыздар болады. Сосын жанында сары кнопканы басасыздар, автоматын өз толтырып береді. Мына жерге почта индексін жазасыздар, сол Қытайдағы поставщиктің почтасын жазасыздар. И мына жерге қаланы жазасыздар, қай қалаға апару керек. Сіздің поставщиктің тұрған жеріне апару керек. Мен Гуандун провинциясы, Гуанчжоу қаласы, Байюнь ауданы, соны таңдап жатырмын. Міне осылай қалаңызды, жаңағы поставщиктің адресін толық енгізіп, сары кнопканы басасыздар. Сақтауды басып, тағы сақтауды басамыз. Міне жоғары жақта қарасаңыздар, адрес енгіздім. Мына жерде 2 штук ал деп тұр екен. 1 штук алға болмайды екен. Тағы біреу қоса саламын. Міне 2 штукқа қостым. Міне төлем жасаймын. 45 юань болды ішкі доставкасымен бірге. Төлеу батырмасын бастым, сары кнопка. Қазір. Жерде Alipay таңдайсыздар. Астында төлеу дегенді басасыз. Сары кнопка тағы. Міне көк кнопканы басасыздар. Мына жерге Alipay'дің паролін жазасыздар, паспорт парольдарыңызды жазасыздар. Міне төлем жасалды менде.
міне өзі осылай шығарып береді. Мына жасыл птичка шығып тұр, төленді деп тұр. Міне заказыңыз төленді. Поставщикке жеткізіп береді енді. Мына жоғы төменгі жағында трек нөмір жазылып тұрады. Сол арқылы келгеннен кейін тауарларыңызды тауып алып кете аласыздар.